Баршаңызға қайырлы күн, құрметті Алаш жұрты, құрметті аягөздіктер. Бүгін біз аягөздің рухани жағдайын жақсарту мақсатында жасөспірімдерді һәм үлкендерді білімге шақыру мақсатында бір жарыс, бір іс-шара ұйымдастырғалы отырмыз. Бүгінгі оян бәйгеде оқушылардың әңгіме айту шеберлігін және кітапқа деген ынтасын бірге байқап, бірге сараптайтын боламыз. Сіздермен бірге оян клуб, баршаларыңызға сәттілік. Сәттілік болсын. Ассалаумағалейкум, қалың елім, қазағым. Әзірге онша-мұнша жамандықтан тазамын. Астың алды бісміллә, арты Аллаху әкбар демекші, ең әуел сөзімді бісмілләмен бастаймын. Сіздерге баяндап беретін шешендік сөзім қаз дауысты Қазбек бидің қалмақтың қонтайшысы. Бұлайша айтқан кезде қалмақтың қонтайшысы деген негізі қиын адам. Қонтайшымен кездесіп, қонтайшының алдында жалтармай сөйлеуде оңай іс емес. Ал сонда ержүректік пен жігерлі рух біздің қаз дауысты Қазбек биіміздің бойында бар еді. Бала Қазбек. Абылай ханымыз қазақтың екі жақсыларын жинап, қалмақ еліне баратын елшілікке адамдар дайындайды. Сонда Келдібектің баласы Қазбек де сол елшіліктің арасында болады. Басында бас шығып сайламақ болған Қазбегіміз өзі ағаларымның алдында атқосшы болсам сол маған басшылық деп кетеді. Қалмақтың еліне барады, қонтажының алдына келгенде, біз қазақ мал баққан елміз, бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, жылқы қылын найзасына таққан елміз. Ешбір дұшпан басынбаған, басымыздан сөз асырмаған елміз. Достығымызды сақтай білген елміз. Асқақтаған хан болса хан ордасын таптай білген елміз дейді. Атадан ұл туса, құл боламын деп тумайды, анадан қыз туса, күң боламын деп тумайды. Ұл мен қызын қаматып отыра алмайтын елміз. Сен қалмақ болсаң, біз қазақ, қарпысқалы келгенбіз. Сен темірде болсаң, біз көмір еріткелі келгенбіз. Қазақ қалмақ баласы табысқалы келгенбіз, танымайтын жат елге танысқалы келгенбіз. Жаңа үйреткен жас тұлпар жарысқалы келгенбіз. Тұтқыр сары желімдей жабысқалы келгенбіз. Берсең жөндеп бітіміңді айт, бермесең жөніңді айт, не тұрсатың жеріңді айт дегенде қалмақтың қонтайшысы аузына құм құйылғандай сөзден жеңіліп үйіріліп қалып отырған жерінде. Сонда қазақ елшілігін төріне шығарып, Қазбекті оң жағына шығарады. Сонда қазақ елшілігіне арналған қонақ астынан қазақтар шығып кеткенде ыңғай қалмақтар қалып өзінің ханының сөзден жеңілгеніне ренжіп ханына зауал қояды. Сіз неге сөзден жеңілдіңіз? Қазбекке неге жауап бермедіңіз дегенде қонтажы: сендер оның бойындағы рух пен жігерді көрмедіңдер. Мен оның екі иығына отырған екі аю аждақадай аузынан от шашып рухты жігерді көрдім. Ал сендерге көрінбегеннен ол маған көрінді. Сол рухты жігер менің аузыма құм толтырды дейді. Мен хан болғалы, басыма бақ қонғалы ешкімнен жеңіліп көрмеген ем. Алайда осы Қазбектен жеңілдім деп, қазақ елшілігінің басындағы басшыларына әрқайсысына 1-9-дан атаған екен. Ал сол 1-9-дан аталғандардың ішінде біздің қаз дауысты Қазбек биіміз болған екен. Өзінің қаңқылдаған дауысының арқасында қонтажыдан қаз дауысты Қазбек деген атақ алып, еліне абыроймен оралады. Бөлтірік Әлменұлы, бала артта қалған ізін емес пе? Бірде бөлтіріктің жасы келгенде ақыл сұрай келген бір жас жігіт былай дейді: ағата, бақ кімге қонады? Байлық ыстық па, бала ыстық па дейді. Сонда бөлтірік былай деп жауап береді: байлық қолға ұстаған мұзын емес пе? Бақ ол да бір ұшқан құсын емес пе? Бала артта қалған ізін емес пе? Бәрінен бұрын ағайын туысынмен, ел жұртыңмен сіз біздескенге не жетсін? Жүрегін жылы болса, қайғын қуаныш, қайғын құл, қуанышын от дейді. Кезінде Мөңке би келешек туралы былай депті: кер заман кезінде көлдің суы бітіп, табаны қалар. Аттың жүйрігі кетіп, шабаны қалар. Жақсының атағы кетіп, мазағы қалар. Әулиенің әруағы кетіп, мазары қалар. Сөйтіп, ақылы жоқтың, санасыздың заманы болар.
Кер заманның кезінде құрамалы қорғанды үйің болады. Айнымалы төкпелі биің болады. Халыққа бір тиын пайдасы жоқ. Ай сайын бас қосқан жиын болады. Ежірей деген ұлың болады. Ақыл айтсаң ауырып қалатын бедірей деген қызың болады. Алдыңнан кес-кестеп өтетін кекірей деген келінің болады. Табалдырықтан биік тау болмас. Кер заманның кезінде су тартылар. Таң мен торпаққа жүк артылар. Ар ұяттың бәрінен жұрдай болып, қарап тұрған жігітке қызартылар. Сіздерге баяндап беретін әңгімем жездемнің бәкісі. Негізі қазақ отбасында бірінші туылған бала ол ата әжесінің еншісі демей ме? Мен де сол ата әжесінің қолында өскен балалардың бірімін. Ата әжесінің тәлім тәрбиесін алдық, бірақ содан жаман болмадық. Атам мені әрқашанда туралыққа үйрететін, тура жүр, тура жаса, әр нәрсеңді жақсы жаса, біреудің ала жібін аттама дейтін. Біздің ауылда отбасымызбен үлкен қатым Құран оқыттық. Сол Құранда абыр-сабырда бір жездемнің бәкісін көріп қалып едім. Ең алғаш көргеннен сол бәкінің ажары мен бет келбеті менің көзімде қалып қойды. Сол бәкі әттең шіркін ай, осы бәкі менікі болса ғой, осы бәкіні қанжығама байласам ғой деп те армандап жүретінмін. Сол бәкі менің арманым орындалды ма екен, сол бәкі қар баласта үйде қалып қойыпты. Ол бәкіні де мен тауып алдым. Сауысқанның көзінің сұғанағы болады демекші, әркім өзінің жақсы көретініне үйір болады ғой. Сосын атама тапсырайын дедім, атам айтты: сен ол бәкіні өзің таптың, бәкі әзірге сенің еншіңде, бірақ ол бәкіні өз иесіне тапсыру да сенің еншіңде. Осы бәкіні өз иесіне аманаттап тапсырсаң, сенің туралығың сонда дейді. Мен жездемді тостым, қашан келеді екен, қашан бізге қонақ болып кетерді екен, немесе мен ол кісілерге қашан қонақ болады екен деп тосып жүрдім. Бірде жездем ауылға ат басын бұрып қайтадан келді. Сол бәкісін қимасам да, көзімнің құшыры қанбаса да, көзімнің қомағайлығы оянса да, бәкіні жездеме табыстадым. Қазақ айтады ғой, қайтқан малда қайыр бар дейді. Сол бәкіні жездем сол жерде: мынан сен ұнатып едің ғой, осы бәкіні саған сыйлайын дейді. Сонда тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ демекші, әрқашанда туралыққа жүрсеңіз, ісіңіздің берекесі болады. Тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады демекші, біздің қазақ халқы әрқашанда туралыққа жүріп, ешкімнің ала жібін аттамасам, біреудің пайдасына келген дүниені өз пайдама жаратпасам, өзімнің еңбегіммен, өзімнің күшіммен тапқанды пайдалансам екен дейтін халық қой. Сондықтан сіздерге айтарым, ешкімнің ала жібін аттамай, ешкімнің абыройын таптамай, тек қана өздеріңіздің туралықтарыңызбен жүріңіздер. Мен өзімнің жазғы демалысында аға жеңгемнің ауылына, үйіне бардым. Ертесіне ағам жаңағыдей маған осы мен қойды емдейін деп едім, сен есікті сыртынан ұстап тұр деген сенімді маған артқан болатын. Сосын мен ол сенімді жаңағыдей ақтайын деп сол есіктің сыртын ұстап тұрдым. Бір кезде не болғанын білмеймін, әйтеуір аяғымның бауын байлап, сол беті аяғымның бауын байладым. Ары қарай есікті жібере салып едім, қой дәріден қорықты ма, жоқ ағамнан қорықты ма, әйтеуір сыртқа шығып, ары қарай қашып кетті. Одан кейін оны біз 1-2 күн іздеп ары жүрдік, бері жүрдік. Қатты қашқаны соншалықты бір үйдің отарына кіріп кетті. Одан кейін мен осы бір түйін алдым. Осы адам бізге сенім артса, біз ол сенімді ақтауымыз керек. Менің бүгінгі баяндайтын әңгімем осы Ділмәр үйірмесіне қалай келгенім жайлы. Жалпы мен үшін қызықты оқиғалардың бірі осы Ділмәр үйірмесіне келген болатын. Қазан айы еді. Күн шуақты, құрбым екеуміз қайтып бара жатқан едік үйімізге, сабақтан кейін. Әдеттегідей жаяу қайтып барамыз. Бір кезде ұстазымыз қоңырау шалып,
қазір кешкі сағат 3-те Zoom қосымшасы арқылы бір сайыс өтеді, соған қатыссаңдар екеуіңді жазып қойдым деп құрбым екеумізге хабарлаған еді. Біз аң-таңбыз, шыны керек. Оның үстіне біз қатты жауапкершілікті қарамадық та. Ойладық, мүмкін жай ғана сабақ өтер, мүмкін жай ғана қалай біздің дайындығымызды көрер деген секілді оймен ешқандай жауапкершіліксіз үйімізге қайтып кеткен едік. Сағат 3 болды. Zoom қосымшасы арқылы жаңағы болып жатқан сайысқа кірсек, біз аң-таңбыз. Өйткені ол жердегі болып жатқан ереже бойынша ертегі және мақал-мәтелдер жаңылпаш білу керек екен. Сол жердегі болған оқиғада енді ертегінде білмейміз, өйткені 10-шы сынып оқығандықтан ертегінің барлығын ұмытып қалғанбыз. Бір сәтте барлығы есімізден шығып кетті. Не айтарымды білмей, аң-таң болып, кезінде анамның маған қателеспесем 6 жасымда оқып берген бір ертегісі есіме түсіп кеткен еді. Сол ертегі менің жүрегімде әлі күнге дейін орын алғаны есіме түсіп, соны баяндап берген болатынмын. Кейін мақал-мәтелдер, өзім білетін мақал-мәтелдерімді, жаңылпаштарымды айтып, барынша өзімді еркін ұстаған болатынмын. Соның арқасында міне Ділмәр үйірмесіне қабылдандым. Ал менің құрбым негізінде Ділмәр үйірмесіне қабылданғысы келді, өзінің ниеті де болды. Бірақ енді бұл жердегі айтатыным, бұйырған кетпес, қуған жетпес деген келеді. Не бұйырып тұрса, алда сол болады. Құрметті қатысушылар, бізде қазір үшінші кезең бойынша сіздерге оқуға өзіміздің өлкеміздің, өзіміздің тума ағамыз Оралхан Бөкейдің Қамшыгер әңгімесі оқуға берілген болатын. Осы 12 беттегі әңгімеден сіздерге қазір сұрақ қоятын болам. Ендеше алдымен айымға сұрақ. Оқиға қай мезгілде өрбіп жатыр? Оқиға күз мезгілінде өрбіп жатыр. Жақсы, дұрыс. Келесі Қуанышқа. Садақбай арқанын ағытып, етек бұтақтары айгөлектене кең мол біткен сарымсының түбіне байладатын. Киіз үйдің іргесінде су болып жатқан нені ала кірді? Киіз үйдің іргесінде су болып жатқан ер-тоқымын ала кірді. Дәл солай, дұрыс. Келесі сұрақ аяулымға. Қыл көпірдің қандай тылсымы бар? Қыл көпірдің тылсымы адамдардың құздан құлап кетуі өз бетімен. Иә, толығырақ өз бетімен не оларға күш жасайды, ненің әсерінен құлап кетеді? Себебі бұл қыл көпірдің кейбірі өтеді, ал кейбіреуі Өте алмай қалады. Өте алмай. Құлап кетеді. Жақсы. Келесі сұрақ айымға. Садақбайдың аузына қайта-қайта тамған тамшы сенің ойынша нені білдіреді? Менің ойымша ол жалпы Садақбай өзі қамшыгер ғой. Сол қамшыдан жаңағы ұрыста қамшыны пайдаланғандықтан мүмкін сол қамшыда адамдардың қандай да бір жаңағыдай мұң зары десем де болады, немесе енді ұрыста қамшыны пайдаланғандықтан қамшының киесі адамдардың адамдардың көз жасы. Дұрыс. Келесі сұрақ Қуанышқа. Садақбай дүниеден өтер алдында қамқаға хәл әуір күнде не деп қалжыңдайды? Қамқаға: аяғымның кемістігі болмағанда керейдің бір сұлу қызын жар етіп алар едім деп кетеді. Дәл солай. Келесі сұрақ аяулымға. Садақбай қамшысын қандай ғынға өргізген еді? Не беріп қамшысын өргізді? Белгілі бір құн төледі. Бұл қамшының киелігін, қамшының бағалылығын жеткізу үшін осыншама деп автор әдейі айтып кеткен болатын. Жауап бар ма? Жоқ. Жоқ, жауап. Келесі сұрақ айымға.
Айым, Садақбай шариғаттың қандай заңын бұзды? Садақбайды қайтыс болған кезде, жерлеген кезде қамшысымен бірге жерлеген болатын. Яғни шариғатқа қарсы шығып, Садақбай өзінің қамшысымен бірге жерленген еді. Келесі сұрақ Қуанышқа. Қуаныш, Оралхан Бөкей атамыз әңгіме арқылы бізге өспелен ұрпаққа не жеткізгісі келді? Оралхан Бөкей атамыз әңгіме жазу барысында қамшыгердің, яғни Садақбайдың басынан өткен оқиғаларын және одан келешек ұрпаққа, жас ұрпаққа бір өнеге тағылым қалдыру үшін ода бір түйін болады. Егер сен біреудің жолын аттап, біреудің өмірін алсаң, кейін ол сенің бойыңа қарғыс болып жамылып, кейін ол да біреудің басын жұтқанын кейін айналып келіп, өзіңнің де басыңды жұтады дегенді білдіреді. Жақсы, рахмет. Керемет жауап. Келесі соңғы сұрақ қойдым, шамасы аяулымға болсын. Аяулым, саған сұрақ. Әңгіме қай мекенде, қай жақта болды? Әңгіме Қарашахада болды. Қарашахада осы солай өрбіп басталды. Басқа толықтыратын жауап бар ма? Болмаса осы жауапты қолдаймыз. Әңгіме қай мекенде болғанын толық жеткізе алатындар болса. Бұл әңгіме Алтай тауының маңында болған еді. Дәл солай, Алтай тауының маңы деген өйткені өте маңызды. Қарашақы деген қазақтың тағы бір жерінде бар, бірақ Алтай тауында кездесетін Қарашақы жалғыз. Рахмет. Сұрақтар осымен аяқталды. Мінекей, құрметті көрермендер, байқауымыздың тарихи сәті, яғни марапаттау рәсіміне де келіп жеттік. Ендеше марапаттап бастасақ. Бісміллә. Ұлтымыздың рухани мұрасын ұлықтау, бабалар сөзін жалғастыра, жас буынның ойлау қабілетін шыңдау мақсатында өткен Оян бәйге байқауында өнер көрсетіп, өзін жан-жақты шыңдай білген, аталы сөзге тоқтап, оны абыройын ақсата білген, үшінші орын иеленген Аяулым Талғатқызы марапатталады. Және Аяулым Талғатқызына біздің басты демеушіміз Аягөз мебелдің атынан 5.000 теңгемен ең құнды өзіміз үшін кітап Дарынның ділмарлары деген, бұл жақта біздің замандастарымыздың жазған әңгімелері мен өлеңдері бар. Осы жақтан әңгімелерді көріп, өзің ары қарай тәжірибеңді шыңдасаң болады. Ұлтымыздың рухани мұрасын ұлықтау, бабалар сөзін жалғастырар, жас буынның ойлау қабілетін шыңдау мақсатында өткен Оян бәйге байқауында өнер көрсетіп, өзін жан-жақты шыңдай білген, аталы сөзге тоқтап, оны абыройын ақсата біліп, 2-ші орын иеленген Қуаныш Бауыржанұлы марапатталады. Қуанышқа тағы да біздің демеушіміздің атынан Аягөз мебелге тағы алғыс айтып отырып, Сәуле Досжан апайымыздың Қасірет пен тағдыр деген шығармасы. Бұл шығарманы, бұл кітапты неге таңдап алдық? Себебі бұл кітап біздің өңірімізге де қатысты десек болады. Кезіндегі сонау полигондардың зардабын, ананың зардабын жақсы түсінсең болады. Жақсы, рахмет. Және ең соңғы бірінші орын кім екенін? Кім екені ұтқан? Ал енді ұлтымыздың рухани мұрасын ұлықтау, бабалар сөзін жалғастырар, жас буын ойлау қабілетін шыңдау мақсатында өткен Оян бәйге байқауында өнер көрсетіп, өзін жан-жақты шыңдай білген, аталы сөзге тоқтап, оны абыройын ақсата біліп, 1-ші орын иеленген Айым Архатқызы марапатталды. Архашқызы, иә? Кешірім сұраймын, құтты болсын. Және Айымға да біздің демеушіміз өз сыйлығын дайындап қойған. Бұл жақта Өркен деген біздің Бейсенбек Нақышбеков деген өзіміздің Аягөздің кітабы. Бұл кітаптың таралуы 100 дана, 2-нің бірінің қолында жоқ десек болады. Сәттірек. Және Ернар ағамыздың өзіміздің үздік әңгімеге берер сыйлығы да бар екен. Ал енді кішігірім блокнот, әңгіме, қисалар, өзінің ойын жазуға бүгінгі жарысымызда қатысқан Аяулым қарындасымызға бергім келеді. Аяулым, кеп ал ағай. Құтты болсын. Мінекей, құрметті көрермендер, тарихи сәттің де, керемет байқаудың да соңына келіп жеттік. Және ғана мықты болған байқаудың марапаттауын көз алдарыңызда көрдіңіздер. Бұл керемет
бастаманың нышаны болғалы тұр. Себебі Оян клуб ұжымы Аягөз қаласын рухани тұрғыда ояту мақсатында Аягөзде керемет бастамаларды бастап жатыр. Барлығыңыз бізге қосылып, бізге тіркеліп отырыңыздар. Алда бірге дамитын боламыз.